Ассалаумағалейкум құрметті мен оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Аты жөнім Айнаев Ернұр Исабекұлы. Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналына қош келдіңіздер. Тіркеліп алыңыздар, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі тақырып екіншіге тұрмайды. Осы тақырып жайында сөз қозғайтын боламыз. Өте көп жастар қазір соңғы кезде осы сұрақпен өте көп хабарласып жатыр. Сол үшін осы тақырыпты қозғауды жөн көріп отырмын. Екіншіге тұрмау. Мен мысалы сұраймын да ол жігіттерден. Біріншісі қатынас қалай болады? Бірінші қатынас жақсы дейді. Аптасына неше рет болады? Аптасына 2 рет болады. Сонда айтамын да, бір аптада 7 күн бар ғой. Неге сонда 2 рет боласыз? Сол екеуі сразу 2-2-ден болу керек деген сұрақ қойған кезде өздері жауап бере алмай қалып жатады. Кейбір жігіттер айтады да, мен ол кезде қыздарға барам. Сол үшін қыздарға барған кезде мен максимально қолданып алу керек. Өкінішке орай олар күнә жасап жатыр, зина жасап жатыр. Олардың күнә жасап жатқанында, зина жасап жатқанында мен түсіндіріп айтамын. Бірақ негізі бізде жаңағы екіншілікті қатынас бойынша мен айтып кетейін. Бірінші қатынастан кейін, екінші қатынасқа түсетін кезде арасында определенный уақыт болу керек. Перерыв болу керек. Кейбір жігіттер жазады, перерыв болмай-ақ басында 5 рет болып жүрдік қой, қатынасқа түсіп жүрдік қой. Неге сол кезде, қалай сол кезде болып жүрді қатынас деген сұрақтар қойып жатады. Себебі бастапқы кезде, сіз болып жүрген кезде организм компенсировать етіп жатты. Сіз, например, жаңадан жұмысқа кірген кезде, бастық не айтса да, қандай жұмыс айтса да, сіз оны жасауға тырысасыз да бастапқы кезде. Кейін уже үйренген кезде, жұмысқа, коллективқа үйренген кезде, уже ол жұмыстарды уже айта бастайсыз. Ол мен істей алмаймын, мен шаршаймын, анау істесін деген сияқты айтып жатасыз. Сол сияқты бұл жерде сондай. Жаңадан үйленген кезде организм бастапқы кезде компенсировать етеді. 1 рет, 2 рет, 5 рет. Қанша жыл компенсировать етеді? Әркімнің жинап алған тестостеронына, жұмыртқаның мөлшеріне байланысты, объемына байланысты. Жұмыртқаның объемы қаншалықты үлкен болса, соншалықты ол 1 жыл, 2 жыл, 5 жылға дейін аптасына, күніне 2, 3, 4, 5 қатынасқа дейін болуы мүмкін. Бірақ біліңіздер, ол өз-өзін қинап жатыр, өз-өзіне нагрузка жасап жатыр деген сөз. Мен қатынастан кейін определенный уақыт, кемінде 1-2 сағат уақыт перерыв жасауды кеңес беремін. Себебін қазір түсіндіретін боламын. Бірінші қатынасқа түскен кезде, біздің қуғасты безінен шыққан секрет толықтай шығып кетеді. Стенкаларында кішкене қалуы мүмкін. Сол екінші қатынасқа түскен кезде полностью бәрін жинап сыртқа шығарып жібереді. Сол кезде қуғасты безі босап қалады деп айтамын. Енді сол қуғасты безімен ұрық жиналуға бізге 2 күн уақыт кетеді. Сол үшін біз спермограмма тапсыр деген кезде пациенттерге 2 күн воздержание жасап тапсырыңыз деп айтатын себебіміз сол. Себебі 2 күн воздержание жасаған кезде аталық безінен шыққан ұрық придаток қосалқысына барады, қосалқысында жетіліп, дамып, уже баланы көтертуге дайын болады. Дамыған ұрық шығады. Аталық безінде секрет толық жиналатын болады. Сол толық жиналған секретті сіз шығарып әйелге жіберетін боласыз. Ол 2 күнде жиналады. Ал енді сіз қараңыз, қатынасқа түстіңіз. Біріншісі сізде тез кетіп қалды. Сол үшін сіз екіншіге түскіңіз келеді. Сол кезде ол простата қуғасты безіндегі секрет жиналып үлгерген жоқ біріншіден. Екіншіден сізде пролактин деген гормон бізде еркектерде қатынасқа түскен кезде бөлінеді да. Ол еркекті осы жаңағы мына жақтағы қуғасты безі, мүше, аталық безіндегі ұрықтар бәрі дұрыс өз-өзіне восстанавливаться етіп алу үшін пролактин гормоны еркектерді ұйықтатып тастау керек еді ғой. Сол бөлінген кезде еркек, мысалы көп әйелдер жазып жатады ғой, күйеуім қатынасқа түскеннен кейін ары қарай ұйықтап қалады деп. Негізі ол норма. Ол пролактин гормонының көмегімен солай ұйықтап қалу керек еді ғой. Ал сіз оны ұйықтамай өз-өзіңізді қинап жатсыз да. Өйткені жыныс мүшелеріңіз әлі восстанавливаться етілген жоқ болады екінші қатынасқа. Мүше кей кезде жаңағы микро жарақат алуы мүмкін, егер бурный қатынас болған болса, қуғас безіндегі секрет шығып кеткен болуы мүмкін, ұрықтар босап
жаңағы қосалқысындағы семенной пузыректағы ұрықтар босап қалып, бәрі шығып кеткен болуы мүмкін. Ал сіз оған қазір жылдам түрде маған қайтадан бәрін жинап бер деп, ағзаны қайтадан нагрузка жасап жатса ағзаға. 1 рет шығарып береді, 2 рет, 5 рет, 10 рет, 20 рет шығарып беруі мүмкін. Бірақ сіз постоянно ағзаға нагрузка жасап жатқаныңызды біліңіз. Определенный жылдан кейін, күн деп айтпаймын, жылдан кейін ол сізге кері әсерін береді. Сізде жайлап проблемалар басталуы мүмкін. Бірақ сіз оны, ол жаңағы жасаған нагрузкаларыңызға сол нагрузкалардың салдарынан екен деп айтпайсыз. Сіз мен суық тиіп қалдым да, басқа сол сияқты себептерге налыс сол себептерден болды деп. Сол үшін бұны да түсіну керек. Нагрузка жасамай, дұрыс бәрі жақсы жұмыс істесін десеңіз, сағат сияқты жұмыс істеп отырсын десеңіз, оны бәрі дұрыс инструкциясымен қолдану керек. Біз мысалы телефонда аламыз да, инструкциясын білеміз, қалай қолдану керек екенін. Одан ары қарай біз жаңағы нагрузка жасасақ, ол ертең тез бұзылатынын білеміз ғой да. Сол сияқты ағзада солай тез бұзылуға алып келуі мүмкін. Біреуде ол 5 жыл, біреуде 10 жыл, біреуде 20 жылға дейін жетуі мүмкін. Әркімнің ағзасындағы компенсаторный жаңағы компенсировать етуі уақытысы әртүрлі. Сол үшін нагрузка жасамаймыз, өз-өзімізді қинамаймыз, жыныстық қатынасқа тұрақты және качественно түсеміз. Егер сіз бірінші қатынасты качественно түсетін болсаңыз, әйеліңіз сізден екінші қатынас сұрамайтын еді. Себебі сіз бірінші қатынасты качественно түсе алмайсыз, сол үшін әйеліңіз сізден екінші, үшінші қатынас түседі. Әркім өзінікін алу керек қой. Сіз біріншісін қоян сияқты жібердіңіз, әйеліңіз енді оянып келе жатқан кезде бітіре салдыңыз да. Содан кейін әйеліңіз требовать етеді, ренжиді сізге. Сосын сіз жүресіз, мен әйелім ренжіп жатыр, а мен екінші қатынасқа бола алмай жатырмын деп, өз-өзіңізді қинайсыз, өз-өзіңізге ертең психологически эректильді дисфункция алып келесіз. Сол үшін сіз бірінші қатынасыңызды дұрыстаңыз, жарты сағатқа дейін, 1 сағатқа дейін жететіндей, әйеліңізбен толық қанағат алатындай етіп дұрыстасаңыз бірінші қатынасты, сізге екінші қатынас, үшінші қатынас керек емес болады. Бірінші қатынасты дұрыстау керек. Сол кезде сіз мынандай сұрақтар қоймайсыз. Екінші қатынасқа әлсіз, екінші қатынасқа тұрмай қалды деп, өз-өзіңізді екінші қатынаспен қинамайсыз, өз-өзіңізге нагрузка жасап, өз-өзіңізге проблема создавать етпейсіз. Сол үшін бірінші қатынаста егер тез бітіріп қоятын болсаңыз, себебін анықтап, оны емдеп алыңыз, ол толық емделеді. Сол кезде сіз екінші қатынасты іздеп жүрмейсіз, әйеліңіз сізге ренжімейді, сіз әйеліңізге ренжімейтін боласыз. Видео ұнаса, төменге лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесіде қандай тақырып қозғаған қаласаңыз, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Біз сол тақырыптарды міндетті түрде қозғауға тырысатын боламыз.